Сәлеметсіздер ме бүлдіршіндер? Сәлеметсіздер. Ана тілі жүрегімсің анамның, жүрек ана мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем дей отырып, бүгінгі біздің қазақша балақай атты сайысымызға қош келдіңіздер. Сайысымыз 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең суретте сөйлейді, екінші кезең ұшқыр ойдан ұтымды жауап, үшінші кезең сәйкестенді деп аталады. Бірінші кезең суретте сөйлейді, яғни тақтада әртүрлі суреттер тұрады. Сол суреттерден мақал құрастыруларыңыз қажет. Алдарыңызда қоңырауды кім басып үлгереді, сол бірінші болып жауап береді. Сені айта ғой, қандай мақал? Бала тіле бол. Екінші мақалды жарайды Жомарт, бірінші болып басты жарайсың Жомарт, айта ғой, қандай мақал? Достықтың алтын көпірі. Жарайсың Жомарт, жарайсың Айнель. Жарайсың, тіл ақылдың өлшемі дейді, дұрыс. Ойлағанды тіл тындырады. Жарайсың Жомарт, керемет жауап. Ана тілім. Иә? Дұрыс айта ғой, ана тілі бой өсіреді, және? Ана тілім бой өсіреді. Ана тілім бой өсіреді. Осымен біздің бірінші кезеңіміз аяқталды. Халық бар жерде тіл бар жерде халық бар. Ендеше біз екінші кезеңімізді бастайық. Яғни екінші кезең ұшқыр ойдан ұтымды жауап. Сіздерге әртүрлі суреттер көрініп тұр. Сол суреттер арқылы сіздерге сұрақтар беріледі. Абдулла тобы сіздерге қандай түс ұнап тұр? Қызыл түс дейді. Ендеше қызыл түстің сұрағы ашылса, тақпақ айту, кім тақпақ біледі ал? Қымбат маған ана тілім, бал тілім. Қымбат маған ана тілім, ар тілім. Ақ сүтімен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Көк түсін аптыр дейді. Яғни көк түстің сұрағы ашылса, нақыл сөз. Қандай нақыл сөз білеміз ал? Абдулла тобы сіздерге қандай түс ұнап тұр? Сары. Сары түстің сұрағы ашылса, жаңылтпаш. Қандай жаңылтпаш білеміз біздер? Ішке тілі ілер салады, ішке тіл ілер салмайды. Жарайсың. Абдулла тобы да қалыспайды. Бір-біріне екі топта мықты екен. Қарайтпамыз қоңыр түстің сұрағы тақпақ айту дейді. Қандай тақпақ білеміз? Ана тілі әрі бұл, яты бұты бете, өзге тілді бәрі бір, өз тілінде құрын етер. Кезегімізді тіл ұстату жаттығуына берейік. Кәнеке, бәріміз бірге қайталайық балалар. Ие. Маң басқан түйе. Маң басқан түйе. Та. Жібек жүнді бота. Жібек жүнді бота. Үйір. Сүт береді сиыр. Зау. Мөңірейді бұзау. Ендігі кезегімізді біздер сәйкестендір деген кезекке берсек. Қоянды сәйкестендіреміз. Қандай суреттер қоянға үйретеді? Ару. Қоян қайда өмір сүреді дейді? Орманда жейді. Сәбі жейді қоян, дұрыс. Ал бұл? Қоянның түсі? Түсіне ұқсайды. Қоян түсі сорлы түсі, қоянның түсіне ұқсап тұр. Ендігі кезекте тапқыла тобына берсек, тапқыла тобына ортаға шыға қойыңыздар. Қарайыңыз, қай суреттер сәйкес келеді оған? Аю. Орманда өмір сүреді дейді, дұрыс па балалар? Аю орманда өмір сүре ме? Аюды? Аюдың баласы, дұрыс. Аусымыз қатты шығарамыз? Бал жейді. Жеңіс туы желбірейді көмде, жеңіс туы желбірейді төрімде. Алғанлар мен тапқырлар тобы жарайсыздар, жеңіс ортақ, достық жеңді.